Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге осы миф апталығына байланысты құрастырылған бір интеллектуалды ойынмен таныстырамын. Ойын жалпы PowerPoint бағдарламасында жасалған 17 слайдтан тұрады. Мына жерде бірінші титулный бет миф деп жазып қойдым мына жерге. Одан кейін мынау бізде категориялар таңдайтын жер. Математика, физика және информатика 3 пән тұр мына жерде. Енді өзіңіздің мысалы пәніңізді алатын болсаңыз, осы жерде басқа бір мысалы топтарды жазуға болады, немесе жаңағы бір тақырыптың бөлімдерін жазып, солай бір интеллектуалды ойын жасауға болады. Енді мына жерде мысалы математиканың сұрағы тұрады. Мына ұяшықты басқан кезде, мына бірінші ұяшықта мына ашылады бізде. Бұл жерде математиканың сұрағы, одан кейін жауап деген. Мынаны батырманы басқан кезде мына жерде жауап шығады. Сосын мынау уақыт бізде. Уақыт бізде 5 секунд. Өте аз уақыт, қысқа уақыттың ішінде тез ойланады. Мына жерде логикалық сұрақтар. Мен қазір ойынды сіздерге ашып көрсетейін. Ойын осылай басталады. Одан кейін біз мына жерде мына батырмаға басамыз. Ойынды бастау үшін. Мына жерде математика, физика, информатика. Оқушылар кез келген мына жерде бір ұяшық таңдайды. Мысалы, физиканың үшінші ұяшықты басқаннан кейін мына жерде сұрақ ашылады. Електен су отты сөндіреді дейді. Уақыт бізде уже бітті. Ашылғаннан кейін сразу уақыт кетеді, 5 секунд. Уақыт біткеннен кейін оқушы жауап береді. Сосын оны тексеру үшін мына батырманы бір рет басамыз. Сол кезде мына жерде жауап шығады. Су ауа жібермейді, от ауасыз жанбайды. Осындай жауабы шығады. Одан кейін басты бет деген батырманы басамыз. Біз қолданған сұрақ мына жердегі ұяшық құрылысы болып өзгереді. Одан кейін мына жерде мысалы математиканың екінші сұрағын ашайын. Осындай бір сұрақ шығады. Одан кейін мына жерде уақыт, оқушы жауап береді. Уақыт біткеннен кейін жауабы деген батырмаға басамыз. Мына жерде жауап шығады. Жауабы 6. Басты бетке өтеміз. Енді мына жерде информатиканы ашып көрсетейін. Информатика екінші сұрағын аштық. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі дейді. Осындай сұрақ. Одан кейін уақыт бітті бізде. Жауабы. Мына жерде барлық сұрақтар жазылған. Дайын шаблон мына жерде. Мысалы, логикалық сұрақтар бар, иканге қатысты сұрақтар бар. Осындай құрастырылған жалпы ойын. Осы ойынды алып сабақтарыңызда пайдалансаңыздар болады.